Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Курск доғасы туралы таңғажайып оқиғамен бөліскім келеді. Бұл 1943 жылы Ресейдің оңтүстігінде болған кеңес және неміс әскерлері арасындағы эпикалық шайқас болды. Немістер үлкен шабуыл жоспарлады, бірақ кеңестік барлаушылар олардан озып қорғанысқа дайындалды. Шайқас Курск доғасында басталып, тарихтағы ең ірі шайқастардың біріне айналды. Кеңес әскерлері Цитадель, Кутузов және Румянцев операцияларында неміс шабуылдарын сәтті тойтарып, жауға айтарлықтай шығын келтірді. Бұл шығыс майдандағы соғыс кезіндегі бетбұрыс болды. Курск доғасы кеңестік табандылық пен қуатты неміс армиясына қарсы тұру қабілетінің символына айналды. Осы жеңістің арқасында Қызыл армия соғыстың бағытын өзгертіп, қарсы шабуылға шықты. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстың ең эпикалық шайқастарының бірі Курск доғасына қысқаша шолу болды. Қосылғаныңыз үшін